Сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Мен сізге бүгін осындай холодецтің рецептімен бөлісетін боламын. Холодецтің пайдасы өте көп адамға, және де мына рецептпен жасасаңыздар ешқандай желатин қосудың қажеті жоқ, қыздар. Ең алдымен 2 аяқты аламыз да жақсылап тұзды суға жуып аламыз. Жылқының немесе сиырдың аяғын алсаңыздар болады, оның разницасы жоқ. Мен кішкене дәмі шықсын деп ет те қостым. Кастрюляға суымызды толтырып бетпе-бет қылып құямыз да, бір отқа қойып, бір қайнағаннан кейін астын жай қойып 4 сағаттай жай отта қайнатамыз, қыздар. Өте міндетті түрде, қыздар, жай отта ұзақ уақыт қайнау керек. Сол 4 сағаттың ішінде 4 рет немесе 5 мәрте көбігін алу керек, өйткені көбігі өте көп шығады бұда. Соны бақылап қарап отырамыз, қыздар. Осылай жай отта қайнатамыз. Тұзды ең басында салсаңыздар да, соңында салсаңыздар да қажет, маңызды емес, қыздар. Кейін осы 4 сағат қайнап болды деген кезде осындай горошек, қара бұрыш пен лавровый лист және де бір сәбіз қосып жібердім. Мен сәбіз міндетті емес, мен просто сәндікке, әсем дегенге әдемі деп қостым, қыздар. Осы горошекті, лавровый листті салып болғаннан кейін тағы да 2 сағат баяу отта жай қайнататын боламыз, қыздар. Мынау міне дайын болған түрі холодецтің. Одан кейін дайын болғаннан кейін осылай етін бөлек алып аламыз да, сорпасын міндетті түрде 1 мәрте немесе 2 мәрте осындай сүзгіден өткізіп аламыз. Сүзгінің несі, тесіктері өте тар болғаны дұрыс, қыздар, өйткені ол таза болып шығады, сонда сорпамыз мөлдір болып шығатын болады. Етін бөліп алғаннан кейін етін турап шығамыз да, еті прям былбырап піседі, қыздар, өте нәзік болып, өзі-ақ сүйектен бөлініп тұрады, соны бөліп аламыз да, жақсылап осылай құрастырып шыға береміз, әртүрлі ыдыстарға салып. Осылай, қыздар, өте жасалу жағы оңай, просто көп уақыт кетеді демесеңіздер, өзі-ақ қатады, ешқандай морозиль, холодильниктің қажет жоқ, және пайдасы өте көп. Және де мен YouTube арнама тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар, өйткені өте көп қызықты рецепттер болады, қыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.